Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Жөргегімде таныстым мұң тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Я, осы бір өлең жолдары жүрегі қазақ деп соққан әрбір жанның рухани төлқұжатына айналғандығы сөзсіз. Поэма авторы Жұбан Молдағалиев осы шығармасы арқылы ұлтына деген мақтаныш сезімін асқан шеберлікпен жеткізе білді. Өзінің отты жырларымен халықтың жүрегінен орын алған көрнекті ақын Жұбан Молдағалиев 1920 жылы Батыс Қазақстан облысы Сайқын ауылында дүниеге келген. Поэзияда азаматтық үн мен ұлттық рухты ұштастыра білген ақын шығармаларында туған жерге деген махаббат, елге деген адалдық айқын көрініс тапқан. Сонымен қатар Жұбан Молдағалиев тек ақын ғана емес, әділетсіздікке қарсы күрескен, ел тағдырына бей-жай қарамаған ұлт жанашыры болды. Жұбан Молдағалиев сан мың қазақтың көңілінде жасырын жүрген сөзді жай сөзбен емес, жырмен жеткізген жасампаз ақын. Себебі оның поэзиясында тек көркем сөз емес, кеудеде бұлқынған намыс, ұлт үшін алаңдаған ақын жүрегі жатыр. Сол себепті тар заманда тайсалмай сөйлеген тағылымды тұлғаның шығармашылық мұрасы бүгінгі және келешек ұрпақ үшін сарқылмас қазына екендігі сөзсіз.